Ассалаумағалейкум ағайын, тамашалап қойыңыздар. Құрбанбек ағамыздың қошқары. Бұл қошқардың линиясы қандай? Чулубейдің бел баласы ма? Чулубейдің баласы. Жасы? 2-ге толды айда. 2 жасқа кастактардың жуандықтары мощный екен. Жуандық ма? Бұдан қозылар алып жатсыз ба қазір? Иә, 3 ұрғаш қозылар. Қошқарлар әрет сатылды. Біреу менде ғой. Ұрғашлар сатасыз ба, дейсіз ба? Келсек сатамыз ба? Алып ұрғаш қозылар сатылады, қазір көрсетеміз. Жуандықтары, әйеліктері қарасыздар. Кастактары мықты екен мынаның жуандықтары. Қалары жуан, кең, ашық. Қазір биылғы түскен қозыларын көрсетеміз. 2 жасар, 2 жасар. Светлый. Басы дәу болған екен, құлағы кішкене болып көрінеді екен да. Құлағы 21 бар ау дейм ба? 21 екен. 21. Қоқты екен қошқарасы. Ағамыздың саулықтары. Неше бас бар аға бұл жерде? Сауықтың өзі 7 бас бар. Қозылардың өңінде бас бар. Жалпы бұл жерде общий 15-тей бар ма? 17 бас. 17 бас. Қанша жыл болды бұлар жинағаныңызға? 25-те январда бастадым. 1 жылдан асып жатыр екен, 24-те қуаттан Чулубейдің баласын алдым. 24 ноябрьде Ерболдан алдым. Меркеден. Содан бастадым. Сауықтарыңыздың линиясы қандай? Сауықтар Сарыағаштан келген, Меркеден, Ғабиттен келген үшеу. Орта Павлин, Ғабиттен келген, Красавчик линиясынан. Мына ұзын лимузиніміз ол. Мынау құлағы жалпақ ұзын ба? Бөлек екен. Тамашалап қойыңыздар. Жалпы енді мал жинап бастағанға мынау 17 бастың өз керемет материал ғой. Алла берекесін берсін. Енді алғашқы төлдерді саттыңыз негізі, Саттым, иә. Енді ұрғашылары сауда келсе сатылады, Осы саулықтардың төлдері ғой қасындағы ұрғашылар, Иә. Осы жерде аналар 2 сатылды, бірақ қыздар қалыпты. Қыздар да сатылады. Ұрғашылар, Мынау төменге нөміріңізді қалдырып қоямын, құдай қаласа қызыққан адамдар хабарласады. Қазір ұрғашы қозыларды көрсетейік. Саулықтар сатпайсыз, Қайсылары сатылады? Мынау сатылады. Келесі сатылады. Бұларда анау қошқардан қашып кеткен, анау сатылады. Ақбас деген қошқарыңыздан қашты ма? Ақбас қошқардан қашып кеткен. Кеше майдың 4-тен майда қашқан ма? Yok, o gözü normal ama düz olsun. 17 yanvarın Ağustos'ta Bауырлармен Қошқарды үстекен. Құрбанбек ағамыздың қорасындамыз. Жалпы қойларын тамашалап жатырмыз. Осы 1 жыл болған екен бастағанда, керемет. Алла берекесін берсін. 1 жастан астын, иә? Тұсақ мықты сол екен. Бүгін Мақтаралға Құрекең үйіне келіп қонақ болып жатырмыз, шаруашылық көп жатырмыз. Құрекетте 2 ұрғашын саудаласып, құдай қаласа алып кетіп бара жатырмыз. Рахмет, Алла разы болсын. Линиясын айтып жіберсеңіз. Линиясы Ақбас үйде қошқардың қызы. Бұл Чулубейдің баласы. Чулубейдің немересі. Екіншісі? Екінші атаманның немересі. Атаманның. Атаманның қызы және Чулубейдің немере қызы линиясымен. Алла берекесін берсін, құдай қаласа ақшадан береке табыңыз. Алла шаруашылығына береке берсін. Рахмет. Сыйлап, ілім деп құрметтеп беріп жатыр.